неге бір-ақ жыл істейді? Себебі олар жаңағы жасанды түрдегі, яғни табиғи емес, минеральный селитраларды берудің несі зияны сонда. Мынаны көп болып бір жыл беріп жемісін сатып пайдасын көреді да, содан келесі жылға қалса, олар келесі жаздан кейін тағы қалдырайын десе, бұлар шашап қалады да, жемістері ірі болмай ұсақ болып кетеді екен. Міне қазір менде мынау Европадан алдырған фриго көшет, жемісі мінекей мынадай ірі болып беріп жатыр, Аллаға шүкір. Сондай оларда сатуға солай ірі болып шығу керек. Себебі сатқан кезде товарный вид болу керек, ірі клубника болу керек қой. Ал жаңа келесі жылға жаңа селитра деген допинг сияқты ғой, бұлар бар күшін салып, шығып, мол болып бәрін береді да, келесі жыл шашақ болғасын ұсақ өнім беріп қалады екен. Ұсақ өнімді сата алмайды ғой олар. Оған керек емес, сондықтан олар алып тастап, келесі жыл келесі клубниканы егеді екен. Жаңа мен өткенде